Соя соусы қазіргі кезде тек Азия елдерінде емес, бүкіл әлемде танымал, және де сол соя соусының бөтелкелеріндегі қызыл әрі екі тесігі бар қақпақтар болады. Бұндай қақпақтардың пайдасы үлкен. Егер сіз жай ғана бөтелкені қисайтсаңыз, онда соус өздігінен құйыла береді. Ал егер де сол кезде саусағыңызбен екінші тесікті бітесеңіз, құйылатын соустың мөлшерін реттеуіңізге болады. Сіз өміріңізде үлкен теннис ойнап көрмесеңіз де, теннистің жасыл әрі жұмсақтау келетін добын білуіңіз керек. Доптың ондай болуының себебі бар. Егер доп тегіс болса, онда доп ракеткамен жанасуы нашарлап, допты басқару мүмкін болмай кетуші еді. Ал доптың түсі ертеден қара немесе ақ болатын еді. Бірақ түсті телевидение келуінен кейін, кішкентай доп телевизорда жақсы көрінуі үшін сарыға боялды. Сондай-ақ көптеген адамдар теннистің добының сары әлде жасыл екені туралы дауласып жүреді. Бірақ бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Бәріміз бала кезімізден бағдаршамның үш түсінің бар екенін жақсы білеміз. Қызыл, сары, жасыл. Бірақ не үшін, неге осы үш түс қолданылады? Бұл үш түс осыдан 100 жыл бұрын бағдаршамға таңдап алынған. Бұның себебі, жарық толқынның қаншалықты ұзын болса, соншалықты жарық аз шашырайды. Ал қызыл түстің жарық толқыны ең ұзын, сәйкесінше қызылды алыстан байқау оңай. Сондай-ақ қызыл түс екі түстің үстінде орналасқан, себебі жоғарыдағы зат бәріне жақсы көрінеді. Ал сол қызыл түс жүргізушілер үшін өте маңызды. Кітаптардың соңында кейде бірнеше бос бетті байқауға болады. Бұнда көбі керек заттарын жазады, немесе әртүрлі суреттер салып тастайды, әркім өз қалаған істейді. Бірақ негізінде типографияда кітапты жасау кезінде кейде беттің өлшемімен жұмсалатын парақ қағаздары сәйкес келмей, нәтижесінде бірнеше таза бет қалып қояды. Бұл арнайы жасалынған зат емес сондай. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған топ қазақ арнасы. Бізбен бірге топта болыңыздар, сау болыңыздар.